Достар, бүгін сіздермен таразыны қажет етпейтін банан пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаға 1 стакан шекер қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ерітілген жарты кесе сары май құямыз. Сары май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі бізді құрғақ өніміміз, яғни 1 стакан ұнға 1 шай қасық қопсытқышты салып араластырып аламыз. Осы масымыздың үстіне бананды, езілген банан саламыз, яғни бананымызды шанышқымен езіп, масының үстіне саламыз. Банан мен масыны араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды қосып, қопсытқышпен барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін табамызға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минут пісіреміз. Формамызға құйып алғаннан кейін жан-жағын тегістеу үшін осылай кішкене сілкейміз. Міне біздің пирогымыз дайын. Толықтай суығаннан кейін формасынан шешіп, тарелкамызға салып, үстіне сахарный пудра теуіп әрлеуге болады. Бұл өте оңай және тез дайындалатын пирог. Сіздерге рецепт ұнаса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжан.